жұмысымыз таңертең сағат 7-де басталады. 5:30-де тұрамыз. Балдарымызды сабаққа дайындап, тамақ беріп, сол 6-да автобусқа мініп, біз жұмысқа келеміз. Бізге де жұмыс оңай емес. Тұрғындар енді көпшілігі мусор тастайды. Кейде айқайлап ұрсып атамыз. Бізде аналары бар ғой деп, кейде жылап та алатын кезіміз болады, ызаланып тастап кетпей жатқанда. Менсінбейді, ой, мыналар жасыл таразда істейді ғой деп нетеді. Просто бізге де азап, бірақтан жұмыстың аты жұмыс деп қайтып өзімізді қолымызға алып қайтадан жұмысымызды әрі қарап несеп кете береміз. Жұмысымызды алып алға қарап кете береміз. Сол кезде айтамыз біз тұрғындарға, жаным тастама, сенде осындай анаң бар шығар, көшені сыпырып бара жатқанда ол адамға неудобно тастап неткеніне өз қаламызды өзіміз таза ұстасақ деп ойлаймын. Барлық халық, тұрғындар бәрі бүйтіп мусор тастап нетпесе, бәрімізге, бізге де жақсы, оларға да жақсы, қаламыз таза болатын еді. Айда біргеді ғой жанымыз, мына жер кеше ғана сыпырған жеріміздің бәрін бүлдіріп кетіпті. Бұл халыққа айтсақ та құлақтарына кірмейді. Алтындарым-ай, біздер сияқты болғанда көрер едім осы. Алла, Құдайға шүкір осы күнімізге. Сағынарым, сағынсам табынарым, танышам өзіңе. 7 жыл болды жұмыс істеп атқаныма. Маған да қиын болады. Жалғыз өзім үйімде істеп жүрген жалғыз өзім. Коллективіміз, ұжымымыз жақсы, бір-бірімізбен өлең айтып қалжыңдап. Көңілім ортаймайды, анашы бар адамдар, ешқашан қартаймайды. Ар жағында білмейді екенбіз жандарым-ау. Өлең жаттауға да қолымызда тимейді ғой. Құдайға шүкір, істегенмен 7 жыл болыпты, осыдан нәпақамызды тауып отырмыз. Айлығымыз жетпесе де жетердей. Бәрі де бала-шаға деп жүр ғой енді. Осы неміз кешкі сағат 7-де қайтамыз жұмыстан. Енді үйге барып, шаршап барамыз. Шаршағанмен балдарды көргесін шаршауымыз да ұмытылып кетеді. Мына, біз жасқан осындай қоқыстарды әкемізбен, анамызбен жасты адамдар тазалайды. Сондықтан құрметті қазағым, саналы болайық, күл қоқысты шашпай, урналарға тастап деген секілді. Тазалыққа көптеп көңіл бөлейік. Өйткені қала біздікі, осы жақта серуендейміз. Сол үшін аялап ұстайық. Ауыр кезі де бар, жеңіл кезі де бар. Бұл жұмыстың аты жұмыс бізге берілген заданиені. Біздің қауіпсіздігімізден де өзімізді қорқа соғамыз. Енді бала-шағамыздың алдына аман барсақ деп ойлаймыз. Енді адам болғасын үйден таңертең аманшылықпен шығамыз. Енді сонда да уайым бізге. Не болады, неяқтан машиналар да көп, не болып қалар дегенде. Құдайға шүкір, знак бар, жаңа бригадирлеріміз бар, жан-жағымызды айтып қоршап. Біздің қауіпсіздігімізді осы бригадирлеріміз неғып жүреді әйтеуір. Қолынан келгенше көмектесіп. Бала кезімде бір жал кетіп өте шыққан сезімде.